біз Бішкек қаласына келдік. Менің қасымда Сервер Джепаров, атақты Өзбекстанның футболшысы. Сервер, вот расскажите про завтрашний матч. Какой ожидается матч завтра? Я думаю, в первую очередь будет очень интересный матч. Из старых знакомых вы сказали, что Ривалдо, да, приедет? Да. Вы же Ривалдо. с ним... Мы играли с ним в Буньяткоре 1,5 года. Еще кроме этих звезд, кого вы знаете? Ну, Пуйоля знаю, тоже встречались с ним на поле, были соперниками. Один матч играли в Барселоне, в Испании, в 2008 году. Товарищеский матч, да, тоже? Ладно, удачи в завтрашнем матче. Спасибо, увидимся. Ассалаумағалейкум достар, Юбет букмекерлік кеңсесінің ресми аккаунтына қош келдіңіздер. Бұл мен Ермұхамед Мәулен. Сонымен бүгін Бішкектеміз. Бішкекке келуіміздің себебі Барселона аңыздары мен Орта Азияның аңыздары арасында футбол матчы өтеді. Бұл матчтың алдында жалпы басты себеп десем де болады шығар, Жалалабад деген қалада осы жерден 600 шақырым жерде Барселонаның академиясы ашылды. Сол академияның ашылуына орай Барселонаның ең атақты легенда футболшылары, аңыздары дейміз, солар келді. Олардың ішінде Ривалдо бар, Карлес Пуйол бар, бірақ басты афишаның ең жұлдызды адамы Рональдиньо еді, бірақ ол салыққа байланысты, бір құқықтық мәселелерге байланысты осы жердегі матчқа келе алмады. Ал Қазақстан тарапынан бұл матчқа Орта Азия командасына біздің Самат Смаков, Андрей Карпович, сонымен қатар Игорь Авдеев және қақпада Давид Лория тұратын болды. Мінекей осындай ақпараттар бар. Ал біз Юбет YouTube арнасына арнайы видеоблог жасаймыз. Көріңіздер, матч қандай болады, қызықты бола ма екен, бірге тамашалаймыз. Қашқаров, Абдулхамидулло, Расул, Давид Лория, Башир Саед, Файзал Халил, Леонид Кашелев, Хуршид Махмудов, Ходадар Азизи, Сұрайберген Азизов деген атпен танымал болған қазақ футболшысы деп айтқан осы. Қадірмен достар, сонымен Қырғызстан президенті Садыр Жапаров өзінің пікірін білдірді. Сонымен матч басталады. Қазір Барселона академиясы мен және Орталық Азия легендалары арасындағы кездесу әдеттегідей кемінен басталмақ. Орталық Азия командасының қақпашысы қазақстандық Давид Лория және 5-ші нөмірде Игорь Геннадьевич Авдеев біздің Қазақстан ұлттық құрама командасында департамент директоры болған еді. Мінекей сол Игорь Авдеев допты алып қапталға қарай асырып жатыр. Игорь Авдеев Қазақстан ұлттық құрамасында ойнап жүргенде де осылай қателесетін. Бұрыштама добын көтеруге атақты Ривалдо кетіп бара жатыр мінекей. Барселона командасы өзінің баяғы мәнерінде тики-така ойнап шабуыл ұйымдастырып жатыр. Допты көп ұстап жатыр. Қапталға астырылған пас және шабуыл осымен аяқталды. Karpovic'i gördünüz mü? Barça Legends komandasının gezekteki golün 7. nömer қатарından oynayan Javier Saviola kirgizdi.
Негізінде шындығына келген кезде Барселона академиясы Қырғызстан мемлекетіне рұқсат берген, яғни академия салуға. Құрылыс жұмыстары, қаржы барлығында Қырғызстан тарапы салған, жерді барлығын өздері бекіткен, және Барселона академиясының адамдары осында келіп жұмыс істейді, яғни консультировать етеді, былай жұмыс істеу керек, балаларды былай тәрбиелеу керек деген сияқты жұмыс айтып отырады, бағдар беріп отырады. Және Жалал-Абадта салынуы, яғни Өзбекстан бар, басқа да мемлекеттерге ортақ аймақ, тура сол жерде шектеседі адамдар, басқа да мемлекеттің балалары келіп осы Қырғызстандағы академияда оқи алады деген ой бар. Яғни Қазақстанның да балалары осында келіп оқуға түсіп академияда жаттықса болады. Яғни Барселона академиясының түлегі атануы мүмкін. Мінекей басты мәселе осында болып тұр. Ербол, бүгінгі матч туралы қандай пікірдесің? Ең әдемі гол қайсысы болды деп ойлайсың? Маған негізі аргентиналық қорғаушы Хуан Пабло Сориннің гол ұнады. Давид Лориямен матчтан кейін сөйлестім. Ол айтты, біз ойлаған, біз қорғаныстан шығып контратакамен шабуылдаймыз, бірақ та Хуан Пабло Сорин кеудесіне допты қабылдады және де керемет соққы жасады. Давид Лория құтқара алмады. 3-0. Негізінде мен ойлағам, Барселонаның ойыншылары әдейі Қырғызстанның президентіне гол соғуға мүмкіндік береді. Бірақ та бірде-бір мүмкіндік болмады. Өкінішке орай Азия аңыздары бірде-бір гол соқпады. 3-0 меніңше әділ нәтиже. Рональдиньо келмегеніне алданып қалдым деп ойлайсың ба? Мен негізі Рональдиньоның фанаты емеспін. Мен негізі Ривалдоның ойынын қарап осылай өстім. Кезінде Барселонаға да жанкүйер болдым, оның ойынын тамашаладым. Мысалы, әлем чемпионатында 2002-де керемет ойынды көрсетті. Түркияға қарсы керемет ойнады, симуляция жасады, естеріңізде шығар. Мен үшін Ривалдо, Хуан Пабло Сорин, Пуйоль, тіпті Белеттиді, олар да аңыздар. Олардың ойынын тамашалап, мен өте бақыттымын. Вы знаете, мы ежегодно пытаемся приглашать, допустим, тех ребят, звезд, даже на те проекты, как Супербол, чтобы приезжали звезды, чтобы они общались с нашими ребятами, чтобы они какие-то давали им мастер-классы. Мы будем продолжать это делать, потому что мы считаем это важным, то есть важным моментом для развития футбола в нашей стране, особенно для наших молодых ребят. Что вы можете про игроков Барселоны сказать? Впервые, да, выехали? Вы же видите, да. То есть это мастера мирового масштаба, поэтому... Это вы можете про них сказать. Когда ты находишься внутри футбольного поля, честно сказать, ты со стороны не видишь, что у тебя время быстро очень бежит, и просто наслаждаешься игрой в футбол своим любимым делом. И один вопрос не по теме. Как вы оцениваете шансы сборной Барселоны на выход на Евро? Вы знаете, я считаю, что у нас собрано отличное поколение ребят. Они показывают сейчас очень хороший футбол, показывают хороший командный дух. Действительно, та сборная, которая имеет шанс попасть на большой европейский турнир. Мы уже разговаривали об этом. Мы переживаем, мы болеем. Еще раз повторюсь, заполняйте стадион. Для наших ребят это очень важно. Мы должны сотворить историю для нашей страны. И я верю в этих пацанов, что они именно те ребята, которые могут это сделать. Дастан, қалай жағдай? Жақсы. Сен Шымкенттенсің ғой, иә? Бүгінгі матч туралы қандай пікірдесің жалпы? Ұнады ма? Матч ұнады, керемет. Біздің ойыншылар барынша тырысты. Гол салуға жақындады. Бір паспен ұрды. Енді Барселона деңгейі жоғары екен көрініп тұр. Тек атакада болды. Сонда Барселонаның фанатысың ғой, сонда негізде сон? Жоқ, фанат емеспін. Фанат емессің ба? Негіз Барселонаның фанаттар Қазақстанда көп деп ойлайсың ба, Реалға қарағанда? Ол жағын білмеймін енді, бірақ бар, баршылық. Оның арасында біздің оңғар дейтін досымыз бар. Мысалға бүгінгі матчтағы голдарға қандай баға бересің? Ана Ривалдан гол керемет болды, Савиола да керемет ойнады. Екінші гол Сорин, соның голы әдем болды. Анау екі гол бір аса қатты бір қызығатын гол деп ойламаймын. Я Рональдиньоның келмей қойғанына алданып қалдым деп ойланбайсың ба? Жоқ, оны алдын ала естім қырғыз бауырлардан. Налог жағынан да проблема болған дейді өзінде Бразилияда. Алдап кетті деші. Қадірмен достар, төсекте басы қосылмаса да төскейде малы қосылған деген сөз бар, қазақты білесіздер. Айыр қалпақты ағайын дейміз, қырғыз бауырларымыз дейміз. Сондықтан да қазақ-қырғыз бір туған деген сөзді де осы жерде айта кетуіміз керек. Өте тамаша Жалал-Абадта академиясы ашылып жатыр Барселонаның. Бұлар да футболды дамытқысы келіп жатыр. Мінекей бүгін футболға деген қызығушылық өте көп, жанкүйерлер біршама келіп отыр осында. Енді осылай одан ары
қарай жалғаса берсе, Қырғызстанда футбол бумы болуы мүмкін. Және бұл академия Садыр Жапаров президенттің айтуы бойынша 10 шақты жылдан кейін өз нәтижесін береді деп отыр екен. Мінекей, ендеше біз де қазақ бауырларымыз да осы қырғыз бауырларымыздың жасап жатқанына біз де қуануымыз керек. Осылай дамысын, олар да өркендесін, өссін деген бізде де тілек бар.